Қайырлы күн, менің атым Айзада. Көптеген сұраныс бойынша арықтауға байланысты видео түсіріп жатырмын. Мен ешқандай диета ұстап көрмегенмін, бірақ 8-9 класста сәл томпақ болдым және ұялатынмын. Бірақ содан бері зерттей келе, оқи келе менде бірнеше ереже қалыптасты және мен қазір көп тамақ жеймін, бірақ менің ережем үнемі сақталып қалады автоматты түрде. Біріншіден, ол сіз егер үнемі бір нәрсені жегіңіз келетін болса, или үнемі бір аш болатын болсаңыз, көп тамақ жейтін болсаңыз, значит, организмде кейбір витаминдер жетіспейді деген сөз. Мысалға, мен шоколад қатты жақсы көремін. Значит, менің организміме железо жетіспейді. Ал железо алмада және тағы да басқа продуктілерде бар. Сондықтан мен алманы өте көп жеймін. Ал егер толық білгіңіз келсе, интернеттен толық таблицаны көшіріп алып, қандай продукты, қандай витамин жетіспейтінін көре аласыздар. Екінші ереже ол грецкий орех, жаңғақ, дәнек деген нәрселерді күнде жеу керек, бірақ өте аз. Егер әр адамның өзінің алақанын өлшейтін болса, алақан түбінде ғана сәл ғана болу керек. Ал егер одан көп жейтін болса, ол майлы, зиян болады. Ал егер күнделікті жай аз-аздан жесеңіз, ол күнделікті керекті витаминдер нормасын қалыптастырады. Үшіншіден, әр адамның асқазаны белгілі бір көлемдегі нагрузкаға мұқтаж, физический нагрузка, зарядка деген секілді, бірақ әркімдікі индивидуальны. Мысалға, бір кісі күніне 10 километр жаяу жүру мүмкін, және сол өзінің организміне жеткілікті болуы мүмкін. Ал біреуі күні бойы диванда жатуы мүмкін, және оның бір күні арқасы ауыра бастайды, бір күні белі деген секілді әртүрлі мышцалары жұмыс істемегеннен қатайып ауыра бастайды. Ал өзімнің жасайтын жаттығуларымды келесі видеода көрсетемін. Төртіншіден, тамақты аз жеуге және көп жеуге әсер ететін ол стресс және қорқынышты кейбір жағымсыз сезімдер, әсерлер. Ал одан арылу үшін ол уже психологқа барып, өзің ішіңіздегі жағымсыз сезімдерден құтылуыңыз керек. Сол кезде сіздің тамақтануыңыз да ретке келеді. Менің ойымша, көптеген диетадан аулақ болу керек, өйткені тамақ ол адамға берілетін энергия, күш, күнделікті өмір сүруге арналған құрал. Сондықтан оны керекті бір процесс деп қабылдау керек. Және де осы видеоға дайындалған кезде жаңадан білген ақпаратым ол әр организмге күнде кальций керек екен. Бірақ кейбір адамдар сыр, творог, сүт, айран деген секілді тамақты қорыта алмайды немесе жемейді екен, сондықтан оны витаминмен алмастыру керек. Ал мен күнде құрт жеймін. Мен бұл информацияны білмей тұрып, өмір бақи күнде құрт жеймін. Және алтыншыдан көбісі білуде мүмкін, өйткені ораза ұстағанда жиі сүннет бойынша совет береді, азында ауыр, пайдалы тамақ жеген дұрыс. Сол кезде күні бойы аштық мазаламайды және организмге бар керекті витаминдер түседі. Және ең соңғысы, шоколадты таңдағанда қара шоколадты жеген дұрыс, ол весті көбейтпейді, жай қалыпта сақтайды.